Меккедегі іздеу шаралары. Алла елшісін өз үйінен таба алмаған мүшриктер Меккенің түкпір-түкпірін тінтіп іздеу салды. Әзірет Әбу Бәкірді де үйінен таба алмаған соң мүлдем ашуға мінді. Ары-бері іздеп әбден сандалған олар енді айлаға көшті. Мұхаммедті немесе Әбу Бәкірді тапқан адамға 100 түйе беріледі деп жар салды. Мұны естіген ұры-қары Қаскөй атаулының бәрі қылыш асынып, садақтарын сайлап, сойылдарын алып, қаладан ұзап шығып, айналаны іздеуге кірісті. Із кесушілікке маманданғандар көп кешікпей 2 адамның ізін тапты. Оның Әзірет Мұхаммед пен Әзірет Әбу Бәкірдің аяқ ізі екенін де жазбай таныды. Осы ізбен жүріп отырып, Сәуір тауына дейін келеді. Араларынан айлалы біреу із осы жерде кесілгеніне қарағанда, олар осы маңнан ұзап кетпеген. Не де болса, іздегенімізді таптық-ау сірә, деді. Умайя ибн Халаф үңгірдің аузына жақындады. Үңгірдің ішінен Әзірет Мұхаммед пен Әзірет Әбу Бәкір сырттағыларды айқын көріп отырды. Әзірет Әбу Бәкір қатты қобалжып: «Уа Расулалла, мені өлтірсе де арманым жоқ. Қатардағы жай пендемін ғой, мен сияқтылар толып жатыр. Бірақ Алла басқа салмасын, саған зиян келер болса, бүкіл бетіңнің күні қараң», деді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: «Сен саспа досым, Алла бізбен бірге», деп оны жұбатты. Әзірет Әбу Бәкір сонда да: «Уа Расулалла, қазір олардың біреуі еңкейіп үңгірге көз салса, бізді көріп қояды ғой», деп қобалжуын баса алмады. Әлемдердің мақтанышы болған пайғамбар байсалдылығынан танбай: «Уа Әбу Бәкір, 2 адамның қасында 3-шісі Алла болса, ақыры қайыр боларына күмәнің бар ма? Бізді де ешкім ұстай алмайды», деді де ұлы жаратушыға дұға етті. Құран кәрімде бұл оқиғаның баяндалуы: «Егер пайғамбарға қол ұшын бермейтін болсаңдар, өздеріңе мәлім, Алла оған үнемі қолдау көрсетіп келді. Естеріңде болса, күпірлік қылғандар оны атамекенінен қуып шыққан кезде жол үстіндегі үңгірде 2 кісінің бірі болып жасырынып отырғанда, қасындағы жолдасына: «Уайымдама, шүбәсіз Алла бізбен бірге», деген еді. Сөйтіп Алла оған жүрегін орнықтырып, жан тыныштығына бөлейтін рақымын түсірді. Һәм сендер көре алмаған жасақтар жіберіп қолдады. Сондай-ақ күпірлік еткендердің жалған дағуасын қорғылды. Ал Алланың хақ сөзі мен хақ діні болса, қашанда асқақ әрі ұлы болып қала бермек. Алла әзиз, хаким». Тәубе сүресі 40 аят. Құрайштың Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам ұстап берген кісіге 100 түйе сый беретінін естіген Кинана тайпасының сотқарлары да тыным таппай оңай олжа тапқысы келді. Қызыл теңіз маңынан 2 түйелі 4 адамның өткенін ұзын құлақтан естіген олар күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылады. Әсіресе батырлығымен аты шыққан әрі із кесуде алдына жан салмайтын Сұрақа ибн Мәлик оңай олжадан қалғысы келмей құлқыны құрып Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам ізіне түскен еді. Оған іздегенін табу аса қиынға соққан жоқ. Бар екпінмен келе жортып, Әзірет Мұхаммед пен оның жолдастарына жақындап қалады. Әзірет Әбу Бәкір қуғыншыны көріп қобалжи бастайды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болса еш абыржымастан: «Уайымдама,
досым, Алла бізбен бірге, деді де артына бұрылып Сүрақаға көз тастады. Сол мезетте Сүрақаның атының аяғы белуарына дейін жерге кіріп кетті. Бар пәрменмен атын қамшылап енді шықтым дегенде құмға қайта батты. Атының аяғы кірген жерден түтін шыққанын көргенде мүшкіл халден құтыла алмасын сезген қуғыншы Әзірет Мұхаммедке жалбарынып: «Дұға ете көр, мына бәледен құтқар мені, құлың болайын, саған зәредей зиян келтірмеймін, сені көргенімді де ешкімге айтпаймын», деді. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дұға етіп Сүрақаны құтқарған соң: «Соңымызға түскендер болса кері қайтар», деп бұйырды. Сүрақа құтылғанына қуанып кері қарай шаба жөнелді. Жолай кездескен мүшриктерге: «Бұл жақта іздеп босқа шабылмай-ақ қойыңдар. Мен айнала шолып келемін. Ешкім жоқ. Бағыттарыңды өзгертіңдер», деп дұшпанның бетін қайтарады. Кейіннен Сүрақаның бұл әрекетін естіп білген Әбу Жахил ызаланып, қолынан басқа ештеңе келмейтін болған соң айдың күннің аманында қорқып қашқан деп Сүрақаны келемеждейді. Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам мұғжизасына куә болған Сүрақа: «Менің көргендерімді көрсең, сен де Мұхаммедке иман келтірген болар едің», деп жауап қайтарған екен. Сол Сүрақа Мәдинаға хижреттен соң 8 жыл өткенде Расулланы Хунайн шайқасынан қайтып келе жатқанда қарсы алып мұсылмандықты қабылдағанын айтып пайғамбарға бас иген.